Келесі есеп ауызша есептеңдер. Минус 2-нің квадраты. Яғни минус 2-ні минус 2-ге көбейтсек 4 шығады. Бөлінген 4-тен 4 пен 4 қысқарады да 1 қалады. Келесі есеп. Минус 2-нің кубы. Минус 2-ні минус 2-ге көбейтсек 4 шығады. 4-ті минус 2-ге көбейтсек минус 8 шығады. Минус 8 көбейту минус 8-ден 1. Так, терістан терістанға көбейтсек оң сан шығады. 8 мен 8 қысқарады да 1 шығады екен. Келесі есеп. 5-тен 1. 5-тен 1-дің өзін жазайық. Көбейту минус 5-нің квадраты. Минус 5-ті минус 5-ге көбейтсек 25. 25 пен 5-ті қысқартамын. 5-ге бөлеміз. Сонда тең болады. Бізде 5 шығады екен. Келесі есеп. 6-дан 5 көбейту минус 6-нің квадраты. Минус 6-ны минус 6-ға көбейтсек плюс 36 шығады. Үш жерден 36 мен 6-ны қысқартам. 1-ден берем, 6-дан берем. 6-ны 5-ге көбейтем. Тең болады 30. Келесі есеп. 3-тен 1 көбейту минус 3-тің квадраты. Минус 3-тің квадраты 9. 3 пен 9-ды қысқартам. 3-ті 1-ге көбейтем. 3 қалады екен. Келесі 8-ден 1 көбейту минус 4-тің квадраты. 4 жерде 4-ім 16. Мен терістанға көбейтсем оң сан шығады. Сонда плюс 16 шығады. 8 мен 16-ны қысқартам 2 болады. Теңдігінде 2 қалады екен. Так, енді бізде қай теңдік теңбе теңдікте бола алады дейді. Бірінші теңдікті алайық. А-ны 0-ге көбейтем 0 шығады. Яғни 0 0-ге тең ба? Демек осыны жазамыз. Келесі. А-ны минус 1-ге көбейтем. А-ны минус 1-ге көбейтсем минус А шығады. Ол А-ға тең емес. Бұл жатпайды теңбе теңдікке. А-дан А-ны аламыз 0. Ол 0-ға тең. Дұрыс. 7х-ті 2y-ге көбейтем. 7-ні 2-ге көбейтем 14. 14 xy деп жазсақ болады. Келесі. 2-ні м-ға көбейтем. 2m қосылған 2n болады. Бұл жатпайды. Біз 2 қойсақ, онда жатушы еді. Бұл жерге 2 қойсақ. Бізде 2 жоқ өйткені. Так, келесі. А минус Б плюс С. А минус Б. А минус Б минус С жатады. Өйткені жақшаны ашамыз, сонда А минус Б, на минус пен на минус С болып кетеді. Сонда бұл тепе теңдікке жатады екен. Осы мына жерге галочка қойғандарды жазамыз. Келесі теңбе тең өрнектерді таңдап алып, нәтижесін теңбе теңдік түрінде жазыңдар. Бірінші А-дан А-ны аламыз 0 болады. 0-ды Б-ға көбейтеміз, ол 0-ға тең. Яғни бірінші өрнекті жазамыз. А минус А көбейтілген В. Сонда 0 көбейтілген В тең болады 0-ға. Келесі. X-ға Y-ті қосамыз. Оны 0-ге көбейтеміз. 0-ге көбейткенде 0 шығады. Бұл теңбе теңдікке жатпайды. 5,1 X-ті 7-ге көбейтеміз. 7, яғни 35,7 X, яғни бұл да жатады. Жазайық. Үшінші өрнек жатады екен. 5,1 X көбейтілген 7 тең 35,7 X. Келесі төртінші өрнек. А минус Б, ол Б минус Аға жатады. Бұл жатпайды. Бізге теңбе теңдікке X минус Y, ол тең болады. Y, мына жерде жақшаны алып шығарып көрейік. Бесінші өрнеге. Бесінші өрнек. Y минус X минус 1 көбейту минус 1. Тең болады минус Y плюс X. Ол тең болады X минус Y-ге. Бұл жатады екен сонда. Келесі. 6-шы өрнекте жатады бізде 7, мына жерде жақшаның ішінде А минус В. Ол бізде тең болады 7А минус 7В-ға. Көбейтудің ауыстырымдылық және терімділік қасиетін пайдаланып өрнекті ықшамдандырып. Минус 2,3-ті алдымен 4-ге көбейтеміз, одан кейін X-ге көбейтеміз. 2,3-ті 4-ге көбейтеміз. 4 3 12. 2 түсіп ойда. 4 2 8 ойдағы мен 9 алдына минус қоямыз. 9,2 X болады екен. Келесі екінші өрнек. 9Y көбейту минус 3. Тең болады 9 көбейту минус 3 көбейту Y. Минус 27 Y-ге тең болады екен. Келесі 5,2 X көбейту минус 2 тең 5,2-ні алдымен минус 2-ге көбейтіп, X-ті көбейтіп жазамыз. Сонда минус 10,4 X шығады екен. Келесі төртіншісі
3-тен 2 y көбейтілген 6 тең 3-тен 2-ні 6-ға көбейтіп, y-ті көбейтіп жазсақ болады. Бұл жерде қысқартамыз. 3 пен 6-ны 2-ден береміз. 2-ні 2-ге көбейтем, 4. Сонда 4y қалады екен. Келесі. Минус 4,1x көбейту минус 5. Тең болады. Минус 4,1-ді минус 5-ге алдымен көбейтіп аламыз. Көбейту x деп жазайық. Так, теріс санға көбейтсек оң сан шығады. Сонда 20,5 x шығады екен. Келесі 6-шысы. Минус 5-тен 3y көбейту 15. Тең болады. Минус 5-тен 3 көбейту 15. Көбейту y деп жазсақ болады. 15 пен 5-ті қысқартамыз. 3-тен берем, 1-ден берем. 3-ті минус 3-ге көбейтсек, минус 9 y шығады екен. Көбейтудің үлестірімділік қасиетін пайдаланып, өрнекті тең-бе-тең өрнекпен алмастыр. Яғни 9-ді 2-ге көбейтем, 18 плюс 9m. Келесі екіншісі минус 3 көбейту 1,5 плюс n дейді. Минус 3-ті 1,5-ге көбейтеміз. Минус 4,5 минус n болады. Келесі үшінші. 2,8 3 минус m. Тең болады. 2,8 3-ге көбейтем. 8,4 болады. 8,4 минус 2,8 m-ға тең. Келесі минус 1,5 көбейту 2 минус n. Минус 3 плюс 1,5 n. Яғни 1,5-ті минус n-ге көбейтсек, плюс болады екен. Келесі 5-ші есеп. 4 көбейту 1,2 минус m. Тең. 4,8. 1,2-ні 4-ге көбейтем. 4,8 минус 4m. Келесі 6-шысы. 1,3 n минус 5. Тең болады. 1,3 n минус 1,3-ті 5-ге көбейтсек 6,5. Ұқсас қосылғыштарды біріктіріңдер. Бұл жерде ана жақшан сыртына шығарып жүрсек болады. Сонда 1,5-ті бірінші жазсақ болады. Плюс 1,8 минус 2,5. Қосылғыштардың орнына ауыстырумен қосындының мәні өзгермейді. Енді 1,5-ге 1,8-ті қосамыз. 3,3. 3,3-тен 2,5-ті аламыз. 13-тен 5 алсақ 8. 0,8 болады екен. Сонда біз коэффициентін бірінші жазамыз. 0,8 а шығады екен. Келесі екінші есеп. 3,2 в минус 4,3 в минус 3,2 в тең. Так, 3,2 минус 4,3 минус 3,2 ваны жақшан сыртына шығарып жүреміз. Сонда мен екеуі қысқарып кетеді. Бізде біреу минус, біреу плюс 0 болады. Сонда бізде теңдігінде минус 4,3 в қалады екен. Келесі 2-ден 1 с плюс 3-ден 1 с плюс 6-дан 1 с тең. 2-ден 1 плюс 3-ден 1 плюс 6-дан 1 с. Так, енді ортақ бөлімі 6 болады. 6 болса мынаған 3-ден берем, мынаған 2-ден берем, мынаған 1-ден берем. 3-ге 2-ні қосам 5, 5-ге 1-ді қосам 6. 6-дан 6 с. Ол тең болады, жай ғана с. 1 с, енді 1 жазылмайды бізде. Келесі 4-ші есеп. 1,9 д минус 4,2 д плюс 3,1 д тең. Былай істеп алайық. 1,9-ға қосып алайық. 3,1-ді аламыз. 4,2-ні. Так. Мына жерде 4, 5 шығады. 5-тен 4,2-ні алсақ 0,8. Так. Келесі 5-шісі. 7,2 а минус 5а минус 1,3 а тең.
7,2 минус 5 минус 1,3. Жақшаның сыртына аны шығарамыз. Тең 7,2-ден 5 алсақ 2,2, 2,2-ден 1,3 алсақ 0,9. 0,9 қалады екен. Келесі соңғы 6-шы есеп. 3-тен 1 В қосу 5-тен 1 В алу 15-тен 2 В. Так, 3-тен 1 қосу 5-тен 1 алу 15-тен 2 В. Ортақ бөлімі 15 болады. Мынаған 5-тен берем, мынаған 3-тен берем, мынаған 1-тен берем. 5-ке 3 қоссам 8, 8-ден 2-ні алсам 6. Ары қарай 3-ке қосқартсақ болады. 3-ке бөлсем 5, 3-ке бөлсем 2. 5-тен 2 В қалады екен. Келесі, кітаптың әрбір бетінде, яғни бір бетінде 35 жол бар екен. Оның әрбір жолында орта есеппен X таңба бар. Кітаптың әр бетіндегі таңбалар бірдей деп есептегенде, оның 10 бетінде қанша таңба бар? 10 бетінде қанша таңба бар екендігін табу үшін 10-ды көбейтеміз 35-ке, көбейтеміз X-қа. Сонда бізде 350 X таңба бар екен. Жауабы 350 X таңба. Гүлзарға әр түпке 3 гүлден, яғни бір түпке 3 гүл отырғызылыпты. 3 гүлден. Яғни 12 түптен А қатар раушан гүлі отырғызылды. 12 түп және А қатар. Бұндағы Аның мәні 9-ға тең. Аның мәні 9-ға, яғни 9 қатар деген сөз. Сонда осы әріпті өрнектің мәнін табуымыз қажет. Яғни біз 3-ті көбейтеміз 12-ге, көбейтеміз А-ға. Тең болады 36 А. Енді бұған 36-ны А дегенге 9-ды қойып жүреміз. 36-ны 9-ға көбейтеміз. 6 жерде 9-ым 54. 54. 4 түсіп 5 ойда. 9 үшім 27. 27-ге 5 тоссақ 32. 324 гүл отырғызылыпты. Жауабы 324 раушан гүлі. Келесі есеп. 3-те 7-ші суреттегі ұзындығы 9 см, ені 6, биіктігі 3 см. Яғни ұзындығына дейік. Ені 6 см, биіктігі 3 см. Білеушілерден параллелепипед құрастырылды. Параллелепипедтің көлемін табамыз. Көлемін табу үшін ұзындығын, енінің биіктігін көбейтеміз. Ұзындығы 9, көбейту 6, көбейту 3. 9 жерде 6-ым 54. 54-ті 3-ке көбейтем, 12 бір ойда 162 болады сонда. 162 сантиметр куб. Жауабы көлемі 162 сантиметр кубке тең екен. Тең-бе-тең өрнектерді таңдап алып, оларды теңдік құрастырыңдар. АВ плюс 3С. Бұны біз бүйтіп алсақ болады не? АВ плюс 3С-мыз 3С плюс АВ-ға тең. Яғни міне 6-шы өрнекке тең. 3С плюс АВ-ға тең. Келесі екінші өрнек. А минус В минус С. Ол тең. Минус 1 көбейтілген В плюс С минус А-ға тең екен. Келесі үшінші өрнек 8А плюс В минус С. Ол тең болады 8А, міне мына өрнекке тең. 8А плюс 8В минус 8С. Келесі төртінші өрнек. 4-тен 1А көбейту 5-тен 4А көбейту 6-тан 5С.
тең болады. Енді мына жерде біз қысқартып жүрсек, мынаумен қысқартамыз. 5 пен 5 қысқартамыз. Сонда ол бізде неге тең? Мына 6-тан 1 авысыға тең екен. Так. Сонда 8 өрнек құрастырдық. Келесі теңбе теңдіктерді таңдап алып жазыңдар. 4y минус 8, яғни 4y минус 8 шығып тұр. Екеу тең. Бірінші өрнек 4y минус 8 тең 4 жақшаның ішінде y минус 2. Келесі x плюс 3x минус 4. X'ке 3x қоссам 4x. 4x минус 4 амда 3x минус 4. Яғни бұл жатпайды екен бізде. Жатпайды. Келесі a плюс v, a минус v плюс s. Мына жерде егер жақшаны ашып жүрсек, минус v плюс a плюс s. Сонда минус v плюс a плюс s. A'мыз плюс болып тұр, s'мыз плюс болып тұр, b'мыз минус болып тұр. Бұны жатады бізде. Үшінші өрнек жатады. a минус v плюс s тең минус жақшаны сыртына шығарамыз. v минус a минус s. Келесі өрнекті қарастырайық. 9a минус b минус s, яғни бұл да жатады бізде. Төртінші өрнек 9a мына жерде минус v плюс s тең болады. 9a минус v минус s. Келесі өрнекті қарастырайық. Так, 2y минус 6. Мына жерде 2-ні 1-ге көбейтсем 6 шықпайды, 2 шығады. Сондықтан мына жатпайды. Келесі 2,5x плюс 1,7x минус 3,2x x'ке тең дейді. Так, 2,5-ке 1,5-ні қосамыз. 1,7-ні қосатын болсақ 4,2. 4,2-ден 3,2-ні алсам x шығады екен. Дұрыс, 1x. Яғни 1 жазылмайды ғой. Сондықтан мына өрнекте бізде теңбе тең өрнекке жатады екен. Так, жаз қойып 6-шы өрнек 2,5 x плюс 1,7x минус 3,2x тең x'ке тең екен. Келесі номер 723. Жақшаларды ажырап, тепе-тең өрнекке түрлендіреміз. Так, 3x плюс y минус x плюс 4y. 3x-тен x алсақ 2x болады. y-ге 4y қоссам 5y болады екен. Келесі екінші теңдеу x плюс 6y минус 8x минус y. x плюс 6y минус 8x плюс y. Так, x-тен 8x алсақ минус 7x болады. 6y-ге y қоссам плюс 7y. Келесі үшіншісі m плюс n плюс m минус n тең m плюс n плюс m минус n дейді. Тең болады. m-ға m-ді қоссақ 2m болады. n-нан n-ді алсақ 0 болады. Сонда тек 2m ғана қалады екен. Екеу қысқарып кетеді. Келесі төртіншісі 6m плюс 5 минус m минус 1. Жақшаны ашамыз. 6m плюс 5 минус m плюс 1. 6m-нан m алсам 5m болады. 5-ке 1-ді қоссам 6 болады. Плюс 6. Келесі 5-ші өрнек. 2x плюс y минус x плюс y дейді. 2x плюс y минус x минус y. 2x-тан x алсам x болады. Плюс y минус y екеуі жөліп кетеді, 0 болады. Сонда жай x қалады бізде. Келесі соңғы 6-шы есеп. 2m минус 3n плюс 2m плюс 3n тең болады 2m минус 3n плюс 2m плюс 3n. Минус 3n плюс 3n 0-ге тең болады. Сонда 2m-ға 2m-ді қоссам 4m қалады екен.
Келесі номер 724 есеп. Өрнекті жазып алып, ықшамдандар n санынан басталған тізбектес 3 натурал санның қосындысын. Яғни бірінші натурал сан n, екінші натурал сан n плюс 1, үшінші натурал сан n плюс 2. Енді осы 3 санның қосындысын табайық. n плюс 1 плюс n плюс 2. Енді санайық 1n, 2n, 3n. 3n плюс 2-ге 1-ді қоссақ 3 болады. Енді 3-ті жақшан сыртына шығарып жүрсек болады. Ұқсас көбейткіш. Сонда n плюс 1 болады. Келесі екіншісі a жұп санынан басталған 3 жұп санның қосындысы. Бірінші сан a, екінші сан a плюс 2, үшінші сан a плюс 4. 2, 4 деген жұп сан. a плюс 2. Жетіп жақшаға алсақ та болады, плюс a плюс 4 тең. Так, a плюс 2 плюс a плюс 4. 3a плюс 6. 3-ті жақшан сыртына шығарып жүрсек, a плюс 2 қалады екен. Номер 725. Сыйымдылықтары 8 литр және 5 литр ыдыстарды пайдаланып, су ағатын шүмектен 4 литр суды қалай құйып алуға болады? 8 литр бос ыдыс және 5 литр бос ыдыс. 5 литр ыдысқа бірінші суды құйып аламыз да, 8 литр ыдысқа құямыз. Сонда мұнда 5 литр су қалады, 3 литр бос қалады. Мұнда 0 литр қалады. Енді тағы да 5 литрлік бутылканы толтырып аламыз да, осы 5 литрлік бутылканы тағы 8 литрлік суға құямыз. Сонда мұнда 5 литр қалды ғой басында. Оған 3 литр құйылады да, 8 литр толады мына жерде. Мұнда 2 литр бос қалады. Бос қалады екен. 2 литр жалпы қалып қояды. Енді мына 8 литр судың бәрін төгіп тастаймыз да, жаңағы 5 литрда қалған 2 литрді осыған құямыз. Сонда мұнда 2 литр қалады, мұнда 0 литр қалады. Енді тағы да 5 литрді толтырып аламыз да, жаңағы 2 литрдің үстіне қоямыз. Сонда мұнда 7 литр қалады, мұнда 0 қалады. Енді тағы да 5 литрді толтырып аламыз да, мынаған 8 литрге толтырамыз ғой, значит оған 1 литрін құямыз. 1 литрін құйған кезде, сонда біз 5 литрдан 1 литрді алсақ, 4 литр су қалады екен. Жауабы 4 литр суды осылай бөліп алады екен. Келесі есеп амалдарды орындаңдар. 2-ден 5. Көбейту мына жерде бұрыс бөлшек календр жүрек. 15-тен 2. Азайту 6, 6 үшім 18. 18-ге 5 қоссам 23. Минус 4. 4 8, оған 3 қоссам 11. Тең болады. 2-ден 5. Көбейту мына жерде теріс таңбамен шығады. Ортақ бөлімі 6 мен 5-тікі 30. 30 болса мынаған 2-ден берем, 30 болса 5-тен берем. Сонда минус таңбасының артынан жазайық. 4-тен аламыз. 23-ті 5-ке көбейтсек 115. Осыны азайтамыз, 4-тен 11. Тең болады. 2-ден 5 көбейту енді теріс таңбамен аламыз. 30-дан 115-тен 4 алсақ 111. 30-дан 111 көбейту, минус 4-тен 11. Тең. Енді мына жерде қысқарт жүрсек болады. 111 мен 30-да 3-ке қысқартайық. 3-ке бөлсек 10-нан берем, 111-ді 3-ке бөлсек 21-ді 3-ке бөлсек 37-тен береміз. 37-тен береміз. Бірінші көбейтіп аламыз, одан барып азайтамыз. Сонда бізде тең болады. 2-ні 10-ға көбейтсем 20 болады. Таңбасы минус 37-ні 5-ке көбейтеміз. 30-ды 5-ке көбейтем 150. 7-ні 5-ке көбейтем 35. 150-ге 35-ті қоссақ 185. 185 минус 4-тен 20. Так, 2 теріс сан қосылады, таңбасы минус болады. 4-тен 11. 4-тен 11. Сонда ортақ бөлімі 20 болады.
мынаған 1-тен береміз. Мынаған біз 5-тен береміз. Сонда 185-ге қосамыз 55-ті. Тең болады минус 20-дан 185-ге 55-ті қосамыз. 5-ге 5-ті қоссақ 10, 9-ға 5-ті қоссақ 4. Мына жерде 240 болады. 240 ол тең болады минус 12-ге. Келесі екінші есеп минус 7-ден 8 көбейту. Екеуін қосып алайық, ортақ бөлімі 20 болады. 20 болса біз мынаған 4-тен береміз, мынаған 1-тен береміз. 4-4-ім 16-ға 19-ті қосамыз. 35 болады сонда. 35 көбейту. 10 бүтін болады, ортақ бөлімі 6 болады. Мынаған 1-тен берем, мынаған 2-тен берем. 5-ге 4 қоссам 9 болады. Екеуін қосқанда 3-тен болады. 3-ке бөлсем 2-ден берем, 3-ке бөлсем 3-тен берем. Ары қарай енді бұрыс бөлшекке айландырып көбейтеміз. Минус 7-ден 8 көбейту. Екеуінде қысқартып жүрсек болады. 5-ге қысқартамыз. 7-тен берем, 4-тен берем. 4-тен 7. 4-тен 7. Көбейту. 2-ден 23. Қысқартатын шамаларды қысқартайық. 7 мен 7-ні, 4 пен 8-ті мына жерде 2-ден берем, 1-ден берем. Мына 2 мен мына 2-ні де қысқартып жүреміз. Сонда минус 23 шығады екен. Келесі үшінші есепті шығарайық. Мына жерде 18 бен 9-ты қысқартып жіберем, 2-ден берем, 1-ден берем. Мына жерде біз 5 бүтін деп аламыз, екеуін азайтмай алады. 5 бүтін 8-ден 1-ін берсе 11 аламыз. 2 бүтін 4-тен 3 көбейту минус 4 қосу. Так, мына жерде 2-ге қысқарттық. 7-ні 2-ге бөлеміз. 2-ге қысқартамыз. 7-ні 2-ге бөлсек 3,5 тең болады. 5 бүтін 2-ні бүтін алсам 3 бүтін, ортақ бөлімі 8. Мынаған 1-ден берем, мынаған 2-ден берем. 11-ден 6-ны алсам 5 болады. Көбейту минус 4 плюс 3 бүтін 5 тең болады. Мына жерде таңбасы минус болады. 8-ден 8 3-ім 24, 24-ге 5 қоссам 29. Көбейтем 4-ге плюс 3 бүтін 5-ге. Енді міне екеуін қысқартып жүрсем, мында 1-ден берем, мында 2-ден берем. Сонда минус тең болады. Минус 29-ды 2-ге бөлсем 14 бүтін 5 плюс 3 бүтін 5 тең болады минус 11-ге. Келесі 4-ші есепті шығарайық. Келесі 9 бүтін 6-дан 1 бөлу. 6-дан 6 жерде 9 54, оған 1 қоссам 55 бөлу. Мына жерде теріс сан шығады. Былай алайық. Теріс таңбасын минус. Теріс таңбасын жақшаның сыртына шығарып жүрсек болады. Минус деп шығарып жүрейік. Минус 8 дегенді 7 бүтін 3-тен 3 азайту 4 бүтін 3-тен 1. Так, қосу. Енді 24 пен 8 қысқартамыз. Мына жерде 1-ден 8-ге қысқартсам 1-ден берем, 3-ден берем, 3-ке көбейтсем 9 тең болады. 6-дан 55 бөлу. Мына жерде 7-ден 4 алсам 3 бүтін болады. Минус 3 бүтін 3-ден 1 алсам 2 қосу 9 тең болады. 6-дан 55 так бөлу минус 3-ден 3-ім 9, оған 2-ні қоссам 11 көбейту 9 тең. 6-дан 55 көбейту минус 11-ден 3 қосу 9. Екеуін қысқартам. 5-тен берем, 1-ден берем. Мына екеуін қысқартам. 1-ден берем, 2-ге бөлсем 3-ден берем. 2-ден берем. 6-ны 3-ге бөлсем 2-ден берем. Так, сонда бізде не қалды мына жерде? Минус 5-ті 2-ге бөлсем минус 2,5.
минус 2,5 плюс 9 тең болады минус 6,5. Келесі номер 727. Мына жерде ауыстырымдылық терімділік қасиеттерін пайдаланамыз. 0,125 деген ол 8-ден 1. Көбейтеміз минус 4-ге, көбейтеміз минус 2-ге. А көбейту В, көбейту С. Так, 2 теріс сан бір-біріне көбейтсек, оң сан шығады. Мына жерде 8 шығады. Мына 8 бен мына 8 қысқарып жүреміз. Сонда бізде А, В, С қалады екен. Келесі. Минус 4-ден 3, көбейту минус 3-ден 2, көбейту 2-ден 1. X, Y, Z тең. 2 мен 2-ні 3 бен 3-ті қысқартам. Теріс санға көбейткенде оң сан шығады. Сонда 4-ден 1 X, Y, Z қалады екен. Келесі 0 жазайық минус 0,115 көбейту минус 4 көбейту минус 5 МНК. Так, теріс шығады бізде 0,115 20-ға көбейтеміз. 0,115-ті 20-ға көбейтеміз. Немесе 1,5-ті 2-ге көбейткенге тең. 3 шығады бізде. 3 МНК. Келесі есеп. Минус 7-ден 6 көбейту 6-дан 5 көбейту минус 5-ден 4. АБЦ. Тең. Қысқарып жүрейік. 5 пен 5-ті 6 мен 6-ны. Сонда таңбасы оң болады. Теріс санға көбейтеміз. Оң сан шығады. 7-ден 4 А, В, С қалады екен. Келесі көбейтудің үлестірімділік қасиетін пайдаланып, өрнекті тең-бе-тең түрлендіріңдер. Жақшаны ашамыз. Тең болады 3А плюс 12 плюс 4А плюс 4 3-ге көбейтсек минус 12. Минус 12 плюс 12 0 болып кетеді. 3Аға 4Аны қоссақ 7А қалады екен. Мына екеуі жойылып кетті, я? Келесі 2В плюс 14 минус 3В минус 3. 2В минус 3В минус В қалады. 14-тен 3 алсам плюс 11. Келесі есеп 8С минус 24 плюс 5С плюс 20. 8С-ға 5-сыны қоссақ 13С болады. Минус 24 плюс 20 минус 4. Келесі 2,4 Д плюс 2,4 минус 0,6-ны 4-ке көбейтсек 2,4 Д плюс 1,8. Минус 0,6-ны минус 3-ке көбейтсек плюс 1,8. Екеу жойылып кетеді. 0 болып қалады. Сонда 2,4-ке 1,8-ді қосамыз. Сонда бізде шығады екен 4,2. Келесі есеп тең-бе-теңдікті дәлелдеңдер. Жақшаны ашамыз. А квадрат плюс АВ минус мына В-ны Аға көбейтеміз. Минус АВ минус В-ның квадраты. Сонда минус АВ мен плюс АВ қысқарып кетеді. Бізде мынаның алдында минус бар екен ғой бізде. Сонда мына плюс болады. Мынаның да бір минус бар екен ғой. Сонда А квадрат плюс В-ның квадраты қалады екен. Келесі есеп. А квадрат плюс АВ минус АВ минус В-ның квадраты. Плюс АВ мен минус АВ қысқарып кетеді. Сонда бізде А квадрат минус В-ның квадраты қалады. Келесі. А квадрат плюс АВ плюс АВ плюс В-ның квадраты. Сонда А квадрат
1а 2а. Сонда плюс 2а болады. Плюс оның квадраты болады екен. Қандай, екінші сұрақ, қандай да бір тепе-теңдік құрастырыңдар. Бірінші бір айнымалысы бар. Мысалы, бір айнымалысы бар. 3х плюс 4 деген сияқты. Екіншісі, екі айнымалысы бар. 2y минус 5z плюс 44 дей салайық, Бұна бізде екі айнымалысы бар. Теңдеу. Енді бұл тепе-теңдік ретінде құрастырсақ, мына жерде 4 плюс 3х деп алсақ болады. Мына жерде бізде минус 5z плюс 2y минус 44 деп алсақ болады. Яғни екі айнымалысы және бір айнымалысы бар теңбе-теңдік құрастырдық. Келесі номер 730. Өрнектің шығару жолын құрастыруымыз керек. Жәшіктің ұзындығы а сантиметр дейді. Ал оның ені ұзындығының 75%-ын құрайды. Ұзындығы ені, ұзындығы бізде а сантиметр. Ұзындығы а сантиметр. Ені оның 75%-ына тең. Яғни 0,75 а болады екен. Ал биіктігі енінің 80%-ына тең. Яғни ені 0,75 қой. 75 а, оны 80% десек, 80-ге көбейтіп 100-ге бөлеміз. Сонда 0,75-ті 0,8-ге көбейтеміз де а деп аламыз. 0,75 дегеніміз 4-тен 3 көбейту, 10-нан 8 дегеніміз 5-тен 4. Сонда міне екеуі қысқарып кетеді де 5-тен 3 қалады екен. Мына жерге асы бар, жанында. Тең 5-тен 3-іміз 0,16. 5-тен 3 деген 0,16 ғой. Ұзындығы, ені, биіктігі. Жәшіктің көлемін табамыз. Бұндағы амыз 20 сантиметрге тең. Бірінші көлемін жазайық. Көлемін табу үшін ұзындығын, енін, биіктігін көбейтеміз. Ұзындығына аны қоямыз. Биіктігіне 0,75 аны қоямыз. Ені биіктігіне 0,16 аны қоямыз. Сонда мына жерде 0,75 дегеніміз 4-тен 3, 0,16 дегеніміз 5-тен 3 аның кубы болады екен. Сонда 4-5-ім 20, 3-ім 9. 9 аның кубы. Енді а дегенге 20-ны қоямыз. Сонда 20-дан 9 көбейту а дегенге 20-ның кубы. Сонда 20-дан 9 көбейту 20-ның кубы дегеніміз 20 көбейту 20 көбейту 20 деген сөз. Сонда мына 20 мен мына 20-ны қысқартып жүреміз. Сонда бізде не шығады? 9-ды көбейтеміз. 20-20 көбейтеміз 400. Сонда 9 4 36. Сонда 3600 сантиметр куб болады екен. Жауабы көлемі 3600 сантиметр куб. Номер 731. Бір сағатта бірінші жұмысшы 16 бөлшек дайындады. Бір сағатта екінші жұмысшы 20 бөлшек дайындады. Бірінші жұмысшы а сағатта, екінші жұмысшы б сағатта барлығы неше бөлшек дайындаса дейді. Сонда бізде бірінші жұмысшы 16 сағат, 16 а қосу 20 б. 20 б ол тең. Енді 16 а деген күшті қоямыз. Мына жерге жазып қояйық. А-мыз 3-ге тең, б-мыз 2-ге тең. 16 көбейту 3 плюс 20 көбейту 2
16-ны 3-ке көбейтсек, 48 плюс 22-ке көбейтсем 40 тең болады 88. Яғни 88 бөлшек дайындапты. Ал үшінші жұмысшы 4 сағатта үшінші жұмысшы сонша бөлшек дайындапты. Яғни 88 бөлшек дайындапты. Сонда үшінші жұмысшы 1 сағатта неше бөлшек дайындағанын табу үшін 88-ді 4-ке бөлеміз. Тең болады 22 бөлшек. Жауабы үшінші жұмысшы 1 сағатта 22 бөлшек дайындапты. Келесі есепті шығарайық. Номер 732. Катер көлде жүзіп 5 сағатта қандай қашықтыққа барса, өзен ағысымен жүзіп 4 сағатта сондай қашықтыққа барады. Осы қашықтықта сал неше сағат жүзеді дейді. Сонда біз жылдамдықтар арқылы анықтаймыз. Сонда V тең болады S бөлінген T. S бөлінген 5 плюс S бөлінген T тең S бөлінген 4. Ортақ бөлімге келтіреміз. Так, S бөлінген 4-ті. S бөлінген, сонда S бөлінген T тең S бөлінген 4 минус S бөлінген 5 тең. Ортақ бөлімі 20. Мынаған 5-тен берем, мынаған 4-тен берем. 5-тен 4-тен алсақ, жай ғана S болады. Мына S-тер не істеп кетеді? Қысқарып кетеді. Сонда бізде не қалды? 1 бөлінген T тең 1 бөлінген 20. Бұл жерде T тең болады 20 сағатта жүзіп өтеді екен. Келесі номер 733. 3 маймыл 3 минутта 1 банан жейді. Ал енді 3 маймыл 1 минутта 1 минутта 1 банан жейді. Енді 6 маймыл 1 минутта 6 банан жейді екен. Ал енді бізде сұрап тұр 6 маймыл 6 минутта неше банан жейді? Яғни 12 банан жейді екен. Сонда жауабы 12 банан жейді екен. Келесі теңдеуді тиімді тәсілмен шешіңіз. Келесі теңдеуді шеш, 5-ті теңдіктің оң жағына шығарып жүреміз, минус болып барады. Ортақ бөлімі 2 мен 3-тікі 6 болады. Мынаған 3-тен берем, мынаған 2-ден берем. Сонда 9х минус 24 плюс 12 минус 2х тең минус 4 минус 5, ол тең минус 9-ға. 9х минус 2х 7х болады. Минус 24 плюс 12 минус 12 болады. Ол тең минус 9 көбейтілген 6-ға. 6-ны мына жерге көбейіп жүреміз. Сонда 7х тең болады минус 54 плюс 12. Сонда 7х тең болады. 54-тен 12-ні аламыз. 2, 42, минус 42. Х тең минус 42 бөлінген 7. Х тең болады екен минус 6-ға. Келесі екінші теңдеуді шығарайық. Мына жерде 4х плюс 12 плюс мына жерде 5 25 минус 8х тең болады 1-ге. Ортақ бөлімі 15 болады. Мынаған 5-тен берем, мынаған 3-тен берем. 20х плюс 60, 12-ні 5-ке көбейтсек 60. Плюс 75 минус 8 үшім 24. 24х тең болады 1-ге. Енді 15-ні жерге 1-ге көбейтіп жүреміз. 20х, 24х минус 4х болды. 60 плюс 75 плюс 135. Ол тең. Сонда 20х-тен 24х алсақ минус 4х. Минус 4х
60-ға 75 қоссақ плюс 135 тең болады 15-ге. Сонда 4х тең 135 минус 15. 4х тең болады 120-ға. Х тең болады 120-ны 4-ке бөлсек 30-ға. Сонда х-ымыз 30-ға тең болады екен. Келесі үшінші есепті шығарайық. Ортақ бөлімі 30, мынаған 6-тан берем, мынаған 5-тен берем. Ортақ бөлімі 30 болады. 18х минус 6/5 30 плюс 18-ді 5-ке көбейтем 90 плюс 5х тең болады 25-ге. 18х плюс 5х. 18-ге 5-ті қоссам 23х болады. Минус 30 плюс 90 плюс 60 болады. Тең болады 25 көбейтілген 30. Так, сонда бізде 23х тең болады. 25-ті 30-ға көбейтем 750 болады. 750 минус 60. Сонда 23х тең болады 690. Х тең болады 690. 690 бөлінген 23. Х тең болады. Х-ымыз бізде 30-ға тең болады екен. Төртінші есепті шығарайық. Ортақ бөлімі 20 болады. Мынаған 4-тен береміз, мынаған 5-тен береміз. Сонда 20х минус 32 плюс 20х плюс 20х плюс 25-ті 5-ке көбейтем 125. Тең болады 4-тен 1 дегеніміз, ол 0,25 или 4-тен 1 деп алсақ. 4-тен 1. Сонда 20х 40х болады. 125-тен 32-ні аламыз. Плюс 93 тең болады 4-тен 1 көбейтілген 20. Сонда міне 2 қысқарып кетеді ғой. Сонда 5-тен береміз. Сонда 40х 93 40х тең болады минус 88. Х тең болады минус 88 бөлінген 40. Сонда х тең болады минус 2,2 шығады.